Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, барлығы білетін салатты бірге жасайтын боламыз. Алдын ала колбаса керек болады. Мен копченый колбаса қолдандым, яғни колбасамызды 4-5 етіп орташа көлемде турап алатын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецептерді бөлісетін боламын. Жұмыртқамызды тураймыз орташа көлемде. Осылайша барлығын турап алып, бір ыдысымызға салатын боламыз. Алдын ала суытып алған сәбізімізді де, қайнатып суытып алған сәбізімізді де осылайша турап алдым. Барлығын бір келкі етіп, 4-5 етіп турап алсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі, керемет болып шығады. Енді біз картопымызды турайтын боламыз. Осылайша ыдысымызға салып, яғни тұздалған қиярымызды да қолдандым. Горох қолданамыз. Майонез салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Өте керемет дәмді салат. Бұл салатты көп адам жақсы көреді. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына шейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше